Сәлем балақай, қазақ тілі сабағына қош келдің. Сенмен бірге мен Айдана Досжанқызы. Сабағымызды бастайық. Суретте не көріп тұрсың? Өте жақсы. Бүгінгі сабақта саған күн нұрындай, шуақты, асқар таудай, қуатты бол деген тілек айтқым келеді. Біз танысатын алғашқы тарау жанды табиғат деп аталады. Бұл тарауда біз нені үйренеміз? Сөйлеу дегеніміздің не екенін, оның түрлерін, мәтін туралы бұрын білетініңді есіңе түсіресің. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыруды және оларға жауап беруді, ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыруды, тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеуді үйренесің. Ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшеліктерін білетін боласың. Бүгінгі тақырыбымыз тіл және сөйлеу. Тіл арқылы біз адамдар яғни сөйлеседі, хабар береді, пікірлеседі, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Қарым-қатынастың негізгі құралы ол тіл. Келесі жаттығуға назар аудар. Өлеңді мұқият тыңдай ғой. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді, қара-қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты, ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне, ақтан отырмаз болып, сөйледі деп бәрі де. Балақай, өлең не туралы? Дұрыс айтасың. Ал енді өлеңнің мазмұны бойынша кейіпкерлер мен іс-әрекеттерді салыстыра ғой. Дұрыс жауапты менімен бірге тексер. Торғай тіл қатты, қаз әнге басты, бөдене жұмбақ шешті, ақтан мәз болды. Балақай, қалай ойлайсың? Құстар сөйлей алады ма? Дұрыс айтасың. Құстар сөйлей алмайды. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән екен. Келесі жаттығуға назар аудар. Мәтінді түсініп, оқып, көшіріп жаз. Мәтінді менімен бірге оқи ғой. Хайуанаттар әр түрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Мәтінді әдемі, таза, қатесіз көшіріп жаза ғой. Сөйлеудің не екенін білеміз. Сөйлеу нешеге бөлінетін есіңе түсіріп көрші? Дұрыс айтасың. Сөйлеу екіге бөлінеді. Ауызша және жазбаша сөйлеу. Келесі өлеңге назар аудара ғой. Өлеңді жатқа жаз. Алдымен сен өлеңді мұқият тыңдай ғой. Атам мені қуантты, маған берді құлақты, жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешен бол деу мұнысы. Балақай, мен саған қазір өлеңді жылдам жаттаудың жаңа тәсілін көрсетейін. Ол үшін бейнелі суреттерге зер салып қарай ғой. Атам мені қуантты, маған берді құлақты, жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешен бол деу мұнысы. Өлеңді бейнелі суреттерді есте сақтау арқылы жылдам жаттауға тырыс. Жарайсың балақай, енді видеоны тоқтатып, дәптеріңе өлеңді жатқа жаза ғой. Қолымызға қарандаш алып, өлеңді тексеріп көрейік. Қате жерлеріміз болса, қарындашпен түзетеміз. Суретке назар аударшы балақай. Не көріп тұрсың? Қандай іс-әрекет түрлері көрсетілген? Суреттен компьютерде хат жазып отырған баланы, ән салған қызды,
достардың әңгімесін, жазу жазып отырған жігітті, жүргізушіні және хабарландыру тақтасын байқауға болады. Осы іс-әрекет түрлерін екі топқа топтастырып көр. Сөйлеудің ауызша және жазбаша тәсілі ретінде екі топқа жікте. Ал енді балақай, дұрыс жауабын тексере ғой. Ауызша сөйлеуге нелер жатады екен? Ән салу, хабарландыру оқу, достардың өзара сөйлесуі. Жазбаша сөйлеуге хат жазу, хабарландыру, бұлар сөйлеудің жазбаша тәсіліне жатады. Сен барлығын дұрыс орындады деген сенімдемін. Бүгінгі сабақ барысында саған не нәрсе ұнады? Кері байланыс жасап көрейікші. Саған ұнаған екі нәрсе. Ең қызықты болған екі нәрсе ол не? Және бүгінгі сабаққа сенің тілегің. Осы видеоның астына сұрақтарың мен пікірлеріңді қалдыруыңа болады. Келесі сабақта кездескенше сау бол.